Ассаламағалейкум, ардақты Алашорто, құрметті ұлы көшкен мүдделі қауым және Қазақ Арманы партиясының қолдаушылары. Соңғы кезде мынау шығыстағы көршіміз Қытай Халық Республикасының құрамында қалған қандастарымыз жайлы сұмдық ақпараттар келіп жатыр. Адамның жаны түршігетін видео түсірілімдер әлеуметтік желі арқылы таратылуда. Қазақтардың бәрінің жанайқайын көріп отырмыз. Көріп жатқан қорлығын өз көзімізбен көріп отырғандай күйдеміз, шынын айтсақ. Енді бір үміт күтетін шығар, әйте осы мәселемен көші-қон саясатымен айналысып айғайлап жүргеннен кейін. Сол видео үндеулердің бәрін жұрттар маған лақтырып жатыр. Түсінен бәрін. Партияда жүр, партия құрғалы жатыр, осылай деп. Қолданғалы келер дәрмен жоқ. Осыған қаңқ етіп жатқан бір адам жоқ. Әрине біз енді әрекетсіз отыруға болмайды ғой. Осы мәселені көзде ұстай отырып, азығы жоқ қырылып жатқан адамдарды көріп, азығы таусылған қазақтарды көріп, біз болғанда мен ғой енді 18 қараша күні Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігіне ресми хат жазған болатынмын. Оны тағы әлеуметтік желіде жариялағам. Ол туралы лекцияда сөйлегем. Сондықтан егер шынымен де сондай болып жатып, азық-түлік жетіспесе, дәрі-дәрмек жетіспесе, біз көмектесейік, біз жайық соны, халықтан жиып, соны жеткізіп беруге мүмкіндік жасап беріңіздер, сыртқы істер министрлігі Қытаймен байланыс жасап. Ана қазақтар аштан қырылып қалмасын деп мен хат жазған болатынмын. Сол хатыма жауап келді. Міне енді тағы көріп жатырмыз, қазір малдар аштан қырылып жатыр, қардың астында қалып жатыр. Қазақтың өзі тіршілігі мал ғой. Мынау 1932 жылды еске салады. Сталиндік репрессияны еске салады жайға. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деп, бүкіл малдың бәрін қырып тастап, қазаққа қолдан аштық жасап, дүниенің жер-жерінде торғайдай тоздырып жүрген. Тенеп кеткен болатын сол қазақтар. Міне әзір солар қандас болып, оралман болып, өз еліне келе алмай жатыр, өз еліне. Келгендердің алдынан қарсы алу былай тұрсын, оның заңын қиындатып, азаматтық алуын, тіркеуін қиындатып, туралы әрекеттер жасалып жатыр біздің биліктен. Көрдіңіз ғой? Енді мен ол әңгімені айтпас бұрын, осы хаттың мазмұнын сіздерге жеткізейін. Хатқа қол қойған директор екен жаңағы Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі консулдық қызмет департаментінің директоры Б. Ақатаев деген кісі қол қойып, маған сол хатты жіберді. Жауап жазыпты өткенде жаңағы айтқан хатыма. Онда былай дейді: дегенмен қала және аудан ішіндегі қауіпсіздік пен карантиннің сақталуына жауапты тұлғалар азаматтардың өтініші бойынша қажетті азық-түлік жеткізіп беруде. Осыған орай Шинжаңдағы мұқтаж тұрғындарына гуманитарлық көмек жіберу қисынсыз деп санаймыз дейді. Қазақстан үшін қисынсыз екен. Осыған қоса дейді, қ.қр билігі осы мәселеге қатысты Қазақстан тарапына тиісті көмек туралы өтінішпен жүгінген жоқ дейді. Ана Қытайда жүгіну керек екен, мына қазақтардың аштан қалды деп. Олай жүгінбепті ол. Сондықтан бізден оған көмек жасаудың қажеті жоқ дейді ғой енді. Бұдан бөлек Қазақстан мен Қытай Біріккен ұлттар ұйымы жарғысының, оның ішінде басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау қағидаттарын ұстанатын атап өтеміз дейді. Ішкі істеріне араласпай ақ қойсын, бірақ адамға көмектесуге неге болмасқа? Мен өткенде айттым ғой, Қазақстанның тәуелсіздік туралы заңды тәуелсіздік туралы заңда шетелдегі қазақтардың мүддесін қорғау деген бап бар, соны атап өттім ғой. Жаңылмасам 7-ші бабындағы шығар ме? 7-8-ші бабында. Бүйтеді 8-ші бапта. Қазақстан Республика шегінен тыс жерлерде тұратын қазақтардың ұлттық, мәдени, рухани және тілдік қажеттіліктерін қанағаттандыруға қамқорлық жасайды. Олар азаматы болып отырған мемлекеттермен жасалған шарттар негізінде бұл азаматтардың мүддесін қорғайды дейді. Қандай шарт жасады?
Егер сол мемлекетпен белгілі бір келісім шарттарға отырған кезде осы заңды ескерді ме екен біздің сол шарт жасаушылар өкілдеріміз мысалы? Менше ескермеген. Бізде мынандай заң бар. Біз осындай қазақтарға, этникалық қазақтарға көмектесеміз, осындай жағдай туғанда деген ұсынысты бере алмаған болуы мүмкін. Сондықтан қол байланып отыр. Әрине, ол ішкісіне араласуға болмайды бір мемлекеттің екінші мемлекет. Біздің де мемлекетке ешкімнің араласуына жол бермейді. Дегенмен де дипломатиялық жолдарды пайдаланып, осы мәселені солардың есіне салу керек еді. Біздің сыртқы істер министрлігі үн шығару керек еді. Белгілі бір тұлғалар немесе депутаттар осы мәселені мәжілістен көтерген болса, онда Қытай аяғын тартуы мүмкін еді. Бірақ бізде ондай болмай тұр. Көрдіңіз ба? Осындай жағдай. Енді міне жауабын сіздерге айтып отырмын, қысқаша мазмұны осы, оның бәрін оқып бердім. Сіздерге не қажеті бар деп шештім. Құрметті ұлы көшкен мүдделі қауым. Сондықтан қайтып байланып, баяғы ескі жарапазанға келеміз. Өзіміз партия құрып, өзіміз саяси күш болып, осы мәселені көтеруіміз керек. Осы мәселені билікке жеткізуіміз керек. Одан басқа жол жоқ. Сондықтан айналайын ұлы көшкен мүдделі қауым. Ұлы көшкен мүдделі қауым десе біздің шеттен келген қандастарымыз деп ойлап қалмаңыздар. Алаш жұрты, бүкіл бәріңіз ұлы көшкен мүдделісіздер. 32 жылы кетті Торғайдай тозып сіздің туысқандарыңыз. 16 жылы кетті шетел асып. Осы ағайынның бәрі ұлы көшкен мүдделі. Жалпы алаш жұрты ұлы көшкен мүдделі. Сондықтан менің осы видеомды жаппай таратыңыздар, бөлісіңіздер, пікір жазыңыздар, сұрақтар қойыңыздар. Сонымен бірге қазір алып барып жатқан Қазақ Арманы партиясына қол жиюға ештеңкелеріңізді аямай көмектесіңіздер. Топ-тура сіздердің туысқандарыңыз үшін жасап жатырмын, құрметті ағайындар. Осы партияны сол үшін құрып жатырмыз. Сондықтан қорқатын ештеңке жоқ, аянатын ештеңке жоқ. Көрдің ғой туысқандарыңыздың жағдайын? Шеттегі ресейліктер, Ресейден келген қазақтар көріп жатсыздар, соғысқа апарып шегіп жатыр. Қытайдан келген қазақтар көріп жатсыздар, әне аштан қырылып жатыр. Мал аштан қырылса, ертең ол қайтып тірлік көреді. Өздерінде де дәрі-дәрмек жоқ. Сондықтан ұйқыдан ояныңыздар, басты сілкіңіздер. Менің айтатыным осы, құрметпен Ауыт Мұқибек.